Сәлем достар, сіздер менен бірге Балнұр. Бүгін мен сіздерге сүзбеден дайындалатын сырниктердің рецептісін бөлісетін боламын. Бұл өте дәмді әрі де тез болатын түрі. Сол себепті міндетті түрде менің рецептім бойынша дайындаңыздар. Сонда сырниктеріңіз мінсіз дәмді болып шығатын болады. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Бізде ең маңыздысы ол сүзбеге байланысты болады. Сүзбеміз сулы болмауы қажет, құрғақ әрі шашылып тұрғаны жөн. Сонда біздің сырниктеріміз әдемі болып шығады. Ең алдыменен сүзбемізге жұмыртқамызды құямыз. Оның үстіне манник қосамыз. Және де дәміне қарай шекерімізді салып, жақсылап араластырып шығамыз. Бұл жерде біз міндетті түрде блендер қолдануымыз қажет. Сол кезде біздің творогымыз, сүзбеміз бір-бірінен ыдырамай, майға түскен кезде әдемі формасын, қалпын сақтап пісетін болады. Жақсылап блендерімізбен езіп алдық. Біздің қоспамыз әзір болып қалды. Енді осы қоспамыздың үстіне ұнымызды салып, тағы да жақсылап араластырып шығамыз. Енді формасын келтіретін алдында осылай тақтайшамыздың үстіне ұнымызды себеміз, қолымызды ұнға әдемілеп малаймыз. Енді ұнды аз ғана қолдана отырып, формасын жақсылап келтіріп аламыз. Бұл жерде де ұнды көп қолдануға болмайды, себебі ұн көп қосылып кететін болса, майға түскен кезде сырниктеріміз жарық беріп, жарылып, әдемі болып піспеуі мүмкін. Сол себепті ұнды аз ғана қолданып, формасын келтіреміз. Осылай барлық қоспаны жақсылап формасына келтіріп аламыз. Мендегі сырниктердің көлемі бір ас қасық көлемінде. Мен әрі жұмсақ, әрі жұқа болып піскенін қалаймын. Сол себепті аз-аздан ғана алып отырамын. Ешқандай да қиыншылығы жоқ. Видеода көріп тұрғандарыңыздай бәрі өте оңай және де тез дайын болады. Міне барлығын жасап алдық. Енді табамызды отқа қойып, жақсылап қыздырып, үстіне сары майымызды салып, ерітіп аламыз. Табамыздың астын отты орташа көлемінде жағамыз. Бұл жерде де сары май қолдану міндетті емес. Сіздер қаласаңыздар сұйық май құйып пісірсеңіздер болады. Бірақ сары май қолданатын болсаңыздар өте дәмі ерекше болып шығады. Сол себепті мен осыны қолдандым. Екі жағын аунатып жақсылап пісіреміз. Мінекей достар, барлығын осылай пісіріп шығамыз.
өте әдемі болып шығып жатыр. Мінекей достар, біздің сырниктеріміз дайын болып қалды. Міне достар, дайын болды, өте сондай әдемі, ортасы толығымен піскен, дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ештеріңізді қуантып қойсаңыздар болады. Бұл өте тез әрі дәмді болып шығатын рецепт. Сол себепті менің рецебім бойынша жасаңыздар. Менімен бірге болып, видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, колокольчик басуды ұмытпаңыздар. Әлі алда көптеген рецепттер түсірілетін болады. Астарыңыз дәмді болсын достар.